Өмір – бұл сенің не істеп жүргенің және қандай жоспар құрғаның. Өмірді жақсартудың екі тәсілі бар. Бірінші тәсіл – өзінен өзі ешқандай да керемет болмайды деп өмір сүру. Екінші тәсіл – бар әлем тек таңғажайыптан тұрады деп өмір сүру. Қателікті көзге шұқығанша түзетуге тырысайық. Егер сен бір нәрсе ойлап таба алсаң, демек оны жасап шығара аласың деген сөз. Басқалардың ертең ойлайтындарын сен бүгін жаса. Егер сіз қателік жібермесеңіз, онда сіз тым қарапайым мәселені шешіп жүрсіз, және бұл үлкен қателік. Сыпайылық кішіліктен ғана емес, кісіліктен де туады. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамыңның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Өмірде дана секілді өмір сүргің келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс. Әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жинаумен тең. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Әлемдегі үздік білім өмір үшін күресте беріледі. Өмір кеме, жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Мен соңғы 33 жылымда таңертең айнаға қарап өзіме былай деп сұрақ қоямын. Егер бүгін менің өмірімнің соңғы күні болса, бүгінгі ойлаған жоспарымды іске асыра аламын ба? Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Өмір мен өлім бар болғаны екі қас қағым сәт, ал жанның сыздауы шексіз. Өмір бұл сіздің жоспарлағаныңыздан мүлдем басқа дүниелердің туындауы. Құдай сізге түрлі сый дайындайды, оны қиындыққа орап қояды. Орауын ашу қандай қиын болса, сыйлық сондай үлкен болмақ. Үнсіз қалу көптеген келеңсіздіктен құтқарады, ал мылжыңдық зиян. Адамның тілі қысқа болғанымен, ол қанша өмірді бүлдірді десеңізші. Өмірдің қара сызықтары туды ма, еңсеңді түсірме. Өзіңе сеніміңді жоғалтпа, өйткені ең ұзақ түннен кейін де таң атады. Өлім өмір сүруге тұрарлық, ал махаббат күтуге тұрарлық. Өмірде ең бастысы отбасы. Мансап сені үйде күтіп отырмайды, ақша көз жасыңды сүртпейді, атақ даңқ түнде құшағына қыспайды. Өмірді басқалардың қалауымен емес, өз қалауыңызша сүр. Олардың үмітін ақтай аласың ба, жоқ па, ажал келгенде жалғыз қарсы аласың. Сондықтан ешкімнен көмек күтпе, жеңіске өзің жет. Бүкіл әлем саған қарсы екенін сезінсең, ұшақтың желге қарсы ұшатынын есіңе ал. Жауға жалынба, досқа тарылма. Әзілде кек, өсекте шек жоқ. Жаза баспас қадам жоқ, жаңылмайтын адам жоқ. Жауызға айтқан жақсы сөз, суға жазған сертпен тең. Талай жан бар, аузыменен айдалар,
қолы менен қосаяқ та соға алмас. Ұл тәрбиелей отырып халықты тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып ұлт тәрбиелейміз. Төзім тамаша сипат, бірақ тым шексіз ұзақ төзуге өмір тым қысқа. Ит мені қапты деп, оны қапсам, адамдық аузымда не қасиет қалады? Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме. Қай істің болсын, өнуіне 3 шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек. Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен. Адам да өсімдік тәрізді, не өседі, не өледі. Үшінші жол жоқ. Кейде тура бастан ұрғандай дөрекі ұранмен көшеге шығуға тура келеді. Кітаптың соңы жазудың басы болмайды. Іздесең табарсың, алыссаң аларсың. Тартыспен түскен, бейнетпен келген жақсылық қана шын мәнінде қымбат табыс. Егер кедейдің ешкімге жалынбай, өз қорегін өзі тауып отыратын қарекеті болса, оның адамшылдығы басқарақ жолда болар еді. Қол жетпес шыңыраудағы су болғанша, пайдасы көпке тиетін жайдақ су болған жақсы. Бөрінің артынан бөлтірік ақылды болғандықтан ермейді. Кісінің бір ғайыбын маған айтқан адам, менің 100 ғайыбымды кісіге айтар. Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен. Ойда көп, уайымда көп ойлай берсең, ойда жоқ, уайымда жоқ, ойнай берсең. Арнама жазылып қолдау білдірсеңіз қуанып қаламын. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Комментарийға өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.